Күйеуім басында тулаған. Интернет бетінде ене мен келін шайқасы жайлы жиі оқып кеттік. Әрине, сыйыспайтын ене мен келін ел ішінде кездесетін шығар. Дегенмен, біз оларды емес, анасы мен қызындай болған, татулығы жарасқан жандар жайлы көбірек дәріптеуіміз керек. Осы орайда мен өзімнің енем жайлы айтып берейін. Енем марқұм 5 қыз бір ұл тапқан екен. Жастайынан жесір қалып, 6 баланы тірнектеп жүріп өсірген мықты адам еді. Марат екеуміз табысып, үйленуге бел буғанда енем баласын ертіп біздің үйге арнайлап келген. Жалғызымның таңдағанын өзім көрейін, құдалармен танысайын деп арнайлап келдім деп, әке-шешемнің алдынан өтіп, жағдайын айтып, 2 аптадан кейін ағайын туысымен тағы келіп, мені өздерімен алып кеткен. Келін болып түскеніме 3 айдай өткенде Маратты әскерге шақырып, 2 жылға борышын өтеуге кетіп қалды. Енді ғана үйренісіп келе жатқан маған бұл өте қиын тиді. Аяғым ауыр, жерікпін, төркінімді сағынам. Енеме айтсам, дұрыс түсінбей қалама деп, балалыққа салып, бөлмемде қыстығып жылап алушы едім. Марқұм енем соның бәрін сезген екен. Кейін жегім келген асты алдырып беріп, төркініме өзі ертіп апарып, күйеуімнен артық күтім жасады. Ай күнім жетіп, қыз босандым. 9 мамырдың қарсаңында босанғам. Немеремнің аты Жеңіс болады деп, қызымызға ат қойып, сылап-сипап, қырқынан шығарып, мәпелеп өсірді. Сол Жеңіс қызымыздан кейін 6 қыз тудым. Ол кезде бізбен жасты құрдастарымыз ұлдарын сүндетке отырғызып, той жасап, ырду-дырду болып жататын. Мен содан қысылып, апау, мен қыз туа бердім ғой, Маратқа ұл керек, 2-ші әйел әперіңіз деп жылайтынмын. Сонда енем марқұм, Маратқа кім керегін сен білесің бе? Алла шешеді бәрін. Құдай саған қыз беруден ұялмаса, туа беруден сен де ұялма. Ұл туғанша тоқтама деп ұрсып тастайтын. Бор кемік боп, егіліп отыра бермесін десе керек. Енем 75 жасында өмірден өтті. Арулап жерледік, батасын алып үлгердік. Ол кезде мен 40-тан асып қалғам. Енді тумайтын шығармын деп, арқаны кеңге салып жүргенімде жүкті екенімді білдім. Марат, мен мынаны тумаймын, масқара, көрген жұрт күлер, құрсын алдырып тастаймын дедім. Күйеуім басында тулаған, кейін келісті. Содан үйдегі қыздарыма шаруаның бәрін тапсырып, қалаға жолға шықтым. Алдын жеңгеме жағдайды айтып, таныс дәрігер тауып қоюын өтінгем. Ауылдан жетем дегенше кеш түсіп қалды. Ертең барасың, бүгін қонақ бол деп жеңгем үйіне ертіп апарды. Сол күні бір түс көрдім. Түсіме әппақ көйлек киген енем кірді. Гүлсім, әй Гүлсім, маған қара деп мені шақырды. Апа, сіз мұнда не қып жүрсіз? Сіз қайтыс болып кетіп едіңіз ғой деп қорқып қоям. Мен де доғдырға келгем, бері кел, саған тауып алған нәрсемді ұсатайын деп шақырды. Жанына барып ем, алақаныма 2 күміс тіс ұстатты. Азуың түсіп қалып еді ғой, мә, мына 2-ін салып ал. Қане, көзімше сал, шақ келер ме екен деп қоймайды. 2 тісті азуыма апара қойып ем, таңдайыма жабысып тұра қалды. Ертеңіне көрген түсімді жеңгеме айтып едім. Құдағи жарықтық әулие адам еді ғой, мынау түсіңді жорсам, ол сенің баланы алдырғаныңа қарсы сияқты. Жұрттың өсегін қайтесің, Құдайдың бергенін туып ал деп, ауылыма қайтарып жіберді. Айы күніме жетіп, босанып, есім кіресілі шығасылып жатсам, құттықтаймын, ұлды болдыңыз деп мейірбике қыз келіп тұр. Түсімде енемнің 2 тіс бергені есімде қалған. Менде егіз болуы керек деп қоймаймын ғой. Дәрігерлер аң-таң, сонымен не керек? Баламызға сағындық деп ат қойып, думандатып, перзентханадан шығарып алдық. Сағындықтан кейін 2 жыл өтпей Қуаныш деген батырды өмірге әкелдім. Қазір екеуі де үйленіп, балалы шағалы болып кетті. 5 қайнапкем енемді алтынмен аптады, күміспен қаптады.
Марқұм енем өмірден өтерде әлгі алтындардың бәрін қыздарына, менің 7 қызыма теңдей үлестіріп берді. Маған да бірдеңесін беретін шығар деп дәмеленіп отырым, жетпей қалды. Апау, маған риза емессіз бе? Теберік қылып бір затыңызды бермедіңіз ғой деп бұртиып қалдым кәдімгідей. Гүлсімжан, тірі тұрсаң, алтынның түр-түрін мына 7 қызың жеткізеді, әлі-ақ тағатын саусақ жетпей отырасың, сенің үлесің қыздарыңа кетті деп жұбатып еді. Айтқаны айнымай келді. Қазір 7 қызым мен 2 келінім бар жақсыны сыйлап, қас-қабағыма қарап отыр. Шүкір, енемнен көрген тәрбие мен тәлімді 2 келініме беріп, сыйлап өтсем арманым жоқ. Жалпы еш уақытта келін жаман болмайды. Мен енемді басқарайын, осы үйді билеп төстейін деген ниетпен келмейді. Келінді күн ететінде, түн ететінде өзіміз, құрметті енелер. 2 жастың жақсы отбасы боп, жарасымын тауып кетуі біздің жеңісіміз. Сондықтан келінмен бақталас болудан, оларды сынап мінеуден аулақ болайық.